Бәріңізге қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Бексұлтан. Мен бүгін сіздерге японский свитчаның ішіндегі паттерндардың қандай қызмет атқаратындарын көрсететін боламын. Негізі платформаның ішінде өзінің графиканың 3 түрі бар. Біріншісі зонный график. Екіншісі бары. Үшіншісі японский свитч. Осынысын мен қолданамын. Неге мынаны қолданбайсың, неге мынаны қолданбайсың деген сұрақтар болуы мүмкін сіздерде. Енді қараңыздар, неге мен бұларды қолданбаймын? Егер зонный графикте, мысалға, графика мынандай. Осындай. Мен burada бұны практикаға алған кезде, мен в основном бұны уровень сопротивления мен уровень поддержканы шығаратын кезде ғана қолданамын. Но бұның ішінде мысалға алдыңғы сабақтарда айтып өткендей төңкерілген қостау, мысалға инелік деген паттерндарды көре алмайсыздар да бұл жерден. Сосын бары екіншісі. Сондықтан мен осы зонный графикті қолданбаймын. Екінші бары. Бары дегеніміз мысалға график мына жерден басталып, мына жерден бітеді. Графика бары да осындай. Мына жерден басталып, былайынан бітеді. Мына жерден басталып, былайынан бітеді. Мысалға, мына жерден басталып, мына жерге дейін созылып, қайттан келіп, мына жерден шығып кетуі мүмкін. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде мысалға паттерндардың қызметі сияқты мен бұл жерден ештеңе көріп тұрған жоқпын. Не үшін? Өйткені мен бұны практика жүргізген жоқпын, бұған мен қызыққан жоқпын. Но мен қайсына қызықтым? Тақырыбымыз японский свитч. Паттерн. Осыған қызықтым. Бұл паттернның 4 түрі бар. Мысалға, балға деп аталады. Денесінен көлеңкесі ұзын. Бұл бірінші. Екінші, доджи. Денес басы мен көлеңкесі екеуі бірдей. Үшінші, төңкерілген балға. Мына балға сияқты, но бұл теріс қарап тұр да. Басы ұзын, чем денесіне қарағанда. Төртінші, инелік. Денесіне қарағанда көлеңкесі ұзын болып келеді. Бесінші, төңкерілген инелік. Аяғына қарағанда басы ұзын болып келеді. Енді қараңыздар, бұмен біз не істей аламыз? Осы паттерндармен бұл бізге қандай сигнал, қандай қызмет атқарып тұр? Қараңыздар, мына паттерн келесі паттернның жоғары қарай кететінін бізге сигнал етіп көрсетіп тұр. Графиканың жоғары қарай, келесі паттернның жоғары қарай кететінін бізге сигнал беріп тұр мына паттерн. Мына паттерн бұл жерде сатып алушылар мен сатушылардың қай жаққа күштері таусылғанын бізге сигнал беріп тұр. Бұлар көбінесе уровень сопротивления мен уровень поддержкада көп кездеседі. Үшінші, төңкерілген балға. Бұл бізге келесі паттернның төмен қарай кететін бізге сигнал беріп тұр. Сатып алушылардың күші таусылып, сатушылардың күші басымырақ болып тұр да бұл жерде. Мына паттерн бізге, келесі паттернның жоғары қарай шығатынын көрсетіп тұр. Мына паттерн келесі паттернның төмен қарай кететінін бізге көрсетіп тұр да. Енді қараңыздар. Бір ситуацияны алайық. Уровень сопротивления мен уровень поддержканы сіз айтыңыз. Уровень сопротивления, уровень поддержка. Графика келді мына жерге қарай. Келе жатыр. И уровень сопротивления келген кезде мысалға төңкерілген балға орындалды. Это бұл бізге нені айтып тұр? То, что графика төмен қарай кететіні. Келесі паттерн төмен қарай кететіні. Келесі, мысалға график төмен келе жатыр, мына жаққа келген кезде мынандай паттерн орындалды, балғаның өзі. Это бұл бізге нені сигнал беріп тұр? То, что графика жоғары қарай кететіні. Енді графика келе жатыр, и мына жерге келген кезде доджи орындалды. Бұл бізге не сигнал беріп тұр? Сатып алушылардың күші бітті деген сигнал бізге. Это бізге нені білдіріп тұр?
То, что графика төмен кетеді, немесе уровень сопротивлениені тесіп шығады. Это бізге осы. Сатып алушылардың да, сатушылардың да күші бітті мына жерде. Это уже сатып алушылар мен сатушыларға байланысты да. Мысалға, допустим, мына жерге келді да, мына балғаны орындады дейді. Осы балғаны. Бұл бізге не сигнал? То, что уровень сопротивления жақын арада бұзылады деген сигнал. Допустим, төмен қарай кетті. Графика төмен қарай кетті. И бізде не орындалды? Бізде инелік орындалды. Это бізге нені айтып тұр? То, что графика жоғары қарай кететіні. Ал егер жоғары қарай кетіп, осы жерде де инелік орындалатын болса, это бізге сигнал жақын арада уровень сопротивления бұзылатыны. Көрдіңіздер ме? Түсініп отырсыздар ғой? Осы 1, 2, 3, 4, 5-шісі мысалға қараңыздар. Мына жерге келді да, осыны орындады, и бізге мынаны орындады. Это бұл бізге мына жерде бірақ уровень сопротивления бұзылады деп алып қоймаңыздар. Не үшін? Бұзғанын күтіңіздер. Бұзғанын күтіп болғаннан кейін барып алыңыздар. Мына паттернды орындалса, бізге не сигнал? Төмен қарай кететіні. Осы 5 паттернды жаттап алсаңыздар, это сіздерге болады. Сіздерге жетеді. Қараңыздар, егер де балға паттерны орындалып, мысалға қараңыздар, төбесінде 2-1% мынандай басы шығатын болса, это ештеңе өзгертпейді. Это сол күйі балға паттерны болып қалып кетеді. Егер мынандай болатын болса, это уже доджиға жатады. Это уже доджи паттернына жатады. Түсіндіңіздер ме? Енді қараңыздар. Мынандай болатын болса, осындай болатын болса, это тоже доджи. Доджи паттернына жатады. Түсіндіңіздер ме? Ал мынандай паттерн болса, бұны біз уверенный паттерн дейміз. Денесі де, басы да кішкентай. Это не? Это уверенный паттерн. Өзіне сенімді паттернда. Мысалға, графика жоғары келе жатыр, мына жерде уверенный паттерн орындалды деп есептейік осы жерде. И бұл бізге не сигнал? Сатып алушылардың күші әлі де бар. Мына уровень сопротивления бұзылуы мүмкін деген бізге сигнал. Ал егер уровень поддержкаға келіп, осы жерде тоже жаңағыдай өзіне сенімді паттерн орындалатын болса, бұл бізге не? Уровень поддержка уже жақын арада бұзылады деген сигнал. Осы 6 паттернды жаттап алыңыздар. Мысалға қараңыздар. Осы паттернның барлығы, жаңадан сыр жерде салайын. Уровень сопротивления, но уровень поддержка. Осы паттернның барлығы бір жерде кездесіп қалды деп ойлайық. Графика келе жатыр. Мына жерде балға орындалды. Одан кейін төңкерілген балға орындалды. Одан кейін доджи орындалды. Одан кейін инелік орындалды. Одан кейін төңкерілген инелік орындалды. Одан кейін бар өзіне сенімді паттерн орындалды. Мына жерде не болады? Енді қараңыздар. Бұл жерде хоть мынау болсын, это уже на уровень сопротивления жақын арада бұзылады деген әңгіме. Бұл это сигнал. Не үшін? Өйткені егер графика осы уровень сопротивлениенің бойында көп жүріп қалатын болса, это бізге что уровень сопротивления жақын арада бұзылады деген сигнал. Түсіндіңіздер ме? Сол үшін не істейміз? Төмендеп алмаймыз, күтеміз бұзылғаны. Бұзылғаннан кейін барып жоғары кетеді деп ала береміз. Түсіндіңіздер ғой? Егер осындай болып қалатын жағдайда болса, енді қараңыздар. Кейбір графикаларда бар, жоғары қарай келеді, и төңкерілген балғаның бір 3-4-еуін орындайды. Үшеуміз жасалайын. Бұл жерде қалай аламыз? Бұл жерде мынаны ұмытпаңыздар. Бұл не болып жатыр? Уровень сопротивлениенің бойында көп жүріп жатыр. Ал бұл кезде қалай аламыз? Бұл кезде уровень сопротивлениеге графика бір барған кезде ғана аламыз. Осы жерден ставка аламыз. Одан кейін тағы да өйстіп орындала беретін болса, бұған вообще кірмейміз. Это ойлап қалмаңыздар, графика төмен қарай түседі деп. Жоқ, түспейді бұл жерде. Бұл жерде уровень сопротивления жақын арада бұзылады деген сигнал бізге. Уровень сопротивления или уровень поддержканың бойында көп жүріп қалатын болса график, это ол бізге не сигнал? Бізге мынау бұзылады, немесе мынау бұзылады. Көрдіңіздер ме? Сол үшін енді сіздерге сұрақ болуы мүмкін. Енді біз қалай аламыз?
қай жерден алуымыз керек? Ең оңай кіретін точка қай жерде? Енді қараңыздар. Мысалға, бір графиканы біз сыза салайық. Уровень сопротивления и уровень поддержка. Мысалға, мына жерге келді, графика келді да, и төңкерілген балға орындалды. Төңкерілген балға орындалды. Орындалған кезде, енді қараңыздар, келесі паттернді күтеміз. Келесі паттерн обязательно мынаған бір тиіп келеді уровень сопротивлениеге. Мынаның бойына бір барып келеді. Осыған барған кезде, мына жерден ставка аламыз. Осы жерден. Ал бармай ма? Мына жерден бітті. Осы жерден мысалға басталды келесі паттерн. Осы жерден ала берсеңіздер де болады негізі. Осы жерден де ала берсеңіздер болады. Түсіндіңіздер ма? Бұл паттерндардың жалғыз паттернның графикаға әсер ету проценті 40% немесе 50%. Бұл одан қатты әсер ете алмайды. Бұны көбейткілеріңіз келсе, осыны қосындысы болу керек. Келесі сабақта өтеміз. 3 қарға, 3 солдат, паттерн, жұтып алу паттерны деген солардың барлығын келесі сабақта үйрететін болам. Солардың арқасында мынаны 60%, 65%-ке шығарып алуға болады. Көрдіңіздер ме? Осындай кезде осыны аламыз. Это бізге нені білдіріп тұр? Келесі паттерн төмен қарай кететіні. Келесі паттерн төмен қарай кететіні. Тағы не айтсам болады сіздерге? Осы сабақты егер түсінбесеңіздер, қайтадан қайталап көріп алыңыздар. Это фундамент. Это өте маңызды нәрсе. Мен сіздерге айтатыным, кейбір кісілер жазып отыр, жабық каналға қалай кірсем болады. Ол жерге кіру үшін төмендегі сілтемеде Алимтрейдтің сілтемесі тұр. Сол жерге кіресіздер, регистрация жасайсыздар, счеттарыңызды 1000 теңгеге толтырасыздар. Өздеріңіздің счеттарыңызды, менікін емес. Өздеріңіздің счеттарыңызды 1000 теңгеге толтырасыздар. Толтырып болғаннан кейін ID жазасыздар. ID-ме мен сіздерді тексеріп болғаннан кейін барып жабық каналға қосамын. Ол жабық каналда не бар? Жабық каналда күніне 2 ставка 80%-тік проходимость. Өтіп кету проценті 80%. Одан кейін не бар? Жаңа криптовалюта. Қандай криптовалюта? Айына 1-2 или 1 криптовалюта тоже 80%-тік болашағы бар, фундаменті бар криптовалюталарды айтып отыратын боламын. Түсіндіңіздер ме? Одан кейін Binance'да торговля жасау, жаңағы шорт дейді. Оларды мен практика жүзінде өткізбеймін да, мен Binance'ды только инвестиция ретінде қараймын. Болашақта енді Forex, мысалға, Binance'да да бар ондай Forex жайлы ішінде нелері, функциялары, оны да қолдануы мүмкін, Құдай қаласа. Но шорт, жаңағындай инвестиция, бір айлық инвестиция деген нәрселерді мен көргем, но мен оны практика жүзінде қолданбаймын. Егер қолданып жатсам, мен сіздерге көрсетіп үйрететін боламын. Енді мынаны түсінбесеңіздер, қайталап тағы да көріңіздер. Жабық каналға қалай кіру керек екендігін заңын сіздерге жаңа айтып түсіндірдім. Соны орындайсыздар, жабық каналға тіркелесіздер. Түсіндіңіздер ме? Сіздермен бірге Бексұлтан. Қош, сау болыңыздар.